sendiriye. Tamam. Sendiriye adilge ketma berib qo'yam. Mana. Ikimiz birga javob beramiz. Давайте. 7 minut. Serjan javob beradi. 7 minut. Al, Serjan. To'xtang. Javob. So'roq qanday edi? Ya so'rashdi. Surmayib, qolganmiz, surmayib. Ularning seriyasi kelajak ularning. Aha. Ne aytdi ana bola? Undan o'taman. Aytamiz xatirab. So'ramiz, berdim. Ularning seriyasi kelajak ularning. Aha. 3-topsa 7 beradi. Qaytalar aytdi. Sasmani. 7-chi topsha elementi. Jaraydi. Suramiz o'zimizda qolamiz. Taqda kimni suraydi? Kimni suraydi? Tez-tez. Kimni suraydi? Yasni suraydi. Qanday edi? Yas suraydi o'qsak? Dağılsın çıkarır. Aslattan F, F'ga ait elementlerin totuksuzlandığı xasiyetleri qalay o'zgaradi? Jo'g'ari qarab. Jo'g'ari qarab. Xtor, aslatdan xtorga qaray totuksuzlandırgıç qasiyeti. Totuksuzlandırgıç deydi. Yemadi. Kimiydi o? Totuksuzlandırgıç qasiyeti. Aslatdan bulay qaray. Stordan aslatga qaray elementlerin totuktırgıç qasiyetleri qalay o'zgaradi? Totuktırgıç qasiyetleri o'zgaradi. Kimiydi? Men strelkani yap, shunday turibdi. Hozir mana qarangizlar. Strelkani shapastirmasangizdar-chi. Birinchi kimniki qanday bo'ldi? Aslatdan dedim. Basın nerede? Xtorga qaraymiz. Kemin. Totuksuzlandırgıç Xtor o'ynaqda turadi. Durust aytasiz. Sizni men ham tanishtiruv uchun berdim ku. Aslatga deyin. O'shanda ne qiladin edi? O'siyat edi. Endi mana yoqdan nima qarang bo'lsa, kelmaydi ekan. Tushunibdi? Al endi kimniki mana? Shing'isniki. Ne edi? Totuktırgıç. Xtordan aslatga qaray ne qiladi ekan? So'g'izda xtordan aslatga qaray bo'lay qo'y. So'g'izda nima qaray? Kelmaydi ekan. Kelmaydi, durust. Tushundimi? Nima kelmaydi? Nima o'siyatga ne qilamiz? Men sizga janozimga so'ngda o'zim janoz qarang deb to'g'rayapman. Avval kelasiz. Kelsiz. Al. Барлық металдың ішіндегі ең химиялық белсенді элемент галоген деп аталады. Галоген деп айтылады, соның ішіндегі бірінші Xtor екен. Құрамы кім жауап берді? Аяулым жауап берді. Ал кетіп мүмкіске балаларына жоқ болды тағы. Келесі. Кімге бердің? Ал. Галогендар табиғатта бос күйінде кездеседі ме? Кездеседі ме дейді. Кездеспейді. Кімге бар? Қой, жауап берші. Ең күшті тоtuktırgıç қасиет көрсететін галоген. Xtor. Ой, әдемі. Келесі. Бар ма? Xtor деп тек өзі. Бар ма? Галонға беріңізші. Қандай? Xtor. Bir bal. Sosun Turg'unbay жоқ. Yaz, yaz. Бар ғой ya? Yaz. İstabay yaz. Nazirke.
Назерке шығыңыз сұрағын. Ерасыл бір сұрағына. Кім? Бар ма? Жоқ? Өзім Иә. сұрағым Ол бір сұрақ тағы да. Ай, нанды қойсаңшы екеуміз бірге зәт. Екеуміз бірге әзіл кете ма? Қойсаңшы. Ой, не деген бөлсін. Тағы да бар ма? Ол бар. Ары қарай кетті. Рауанға бар ма? Жоқ. Ол айтқан жоқ, кейін айтты. Енді ары қарай. Тұра берсіз сіздерде. Ары қарай кеттік. Бүгінгі тақырып. Болды ма бүгінгі тақырып? Кім еді менің көмекшім? Қарайдың көмекшім? Иә. Біріне, бәріне бір-бір. Ал соның ішінде не тұр екен? Тақырып оқып жүрміз. Галогендез қасиеттерін зерттеу және сол еріктілігі галогенит анықтау. Қайда тұр екен? 5-ші зертханалы жұмыс екен. Ал бүгін неші? 15. Сол қағаздың төбесіне жазып қойыңыздар. Нешті? 15-і ручкамен жаза беріңіздер. Қағаздың жоғарысына. 2022-ші. Көрдіңіздер ма? Мен ручканы алсын ба? Аласам болсын. Қайқа болған білмеймін. Ал, ол ма? Жазылды ма? Бәріңіздер жазылды ма? Иә. Енді біреуіңіз тұрып. Не берілген? Кітаптан қараңыздар. Сол бар ма? Сол тақырып? Сол тақырып бар ма? Нешінші бет? 21-ші бет. 25-ші бет ба? 20. Төбеде тұр ма? Иә, тұр. Не дейді? 5-ші зертханалық жұмыс деп тұр. Сынауға 2 Рәкетте тоқсай. Қайсына апай? натрий хлориді, калий бромиді, калий йодитінің сұйытылған ерітінділері. Не керек екен бізге? Натрий Натрий хлорид. Енді мына жерде натрий хлорид жоқ екен. Сосын калий бромиді бар. Калий йодиді бар. хлорлы су. Хлорлы су. Хлорлы судың орнына біз ашқылық пайдаланайық. Күміс нитраты. Ол жоқ екен қазір видеодан көреміз. Картоптың бір түйірі. Картоптың бір түйірі қазір алып шығамыз. Йодтың спирттері. Йодтың спиртіндегі ерітіндісі. 5% ба спирт? Бар. Келесі. Химиялық ыдыстар мен зертханалық құрал жабдықтар, сынауықтар. Мынау не? Сынауықтар. Келесі. Міне. Арналған тұрғын. Тұрғы. Міне. Тұрып тұр ма? Иә. Бар ма? Құралдарымыз бар екен. Ары қарай кеттік. Енді не істейміз? Тәжірибе. Тәжірибе. Бірінші тәжірибеде. Айттым ма натрий хлориді жоқ деп, а? Оның келесі не еді? Калий бромиді. Калий бромиді. Калий Калий бромидінің тұзы мынау. Қарап тұрсаңыздар. Ақ. Неге ұқсайды? күнделікті өмірде болады. Сода және үйдегі шекер. Енді шекер деп жалап қоймаңыздар. Ол бар. Дұрыс па? Білесіздер оны. Енді қазір неге апаймен жасамай жатырмын демеңіздер. Күшті бір нәрсе Оның шығамай. құрамында, қазір көреміз, күшті шығады. Бұның құрамында бром бар. Кешегі сабақта айттық. Бром бейметалдардың ішіндегі бірақ түйір не дедік? Сұйық бейметал дедік. Дұрыс па? Ол өте улы дедік. Соның ішіне мынау натрий бромиді және сәл улылық екен. Енді осыны алайық. Қанша деді? Тұрғыз демейді? 2 миллилитр. Енді мынау бағана есептедік. Бізде таразы бар еді. Сонымен бүйтіп осыны салсақ, енді бұны негізі ана жерге істеу керек. Себебі ана не тартатын вытяжканың астында істеу керек та. Енді бұл жерде істесем, ана жерде сіздер көре алмай қаласыздар. Негізі бұл жерде бром деген сұйықтық газ болып бөлінеді да, адам уландыратындай. Сондықтан қазір терезені ашып қойдым. Шыққан газ соя қарай кетеді де. Сондықтан сіздерге көрімдікті болу үшін мен мына жерге натрий бромидін салдым. Не еді? Сынауық деді? Иә. Сынауыққа мен салдым. Не дедік? Ашқылор. Ашқылор еді ғой? Ашқылор қандай еді? Тұз қышқылы еді. Ал енді кім? Газ. Осы тұз қышқылы
Біздің ағзамызда кездесе ме екен? Кездесетін қышқыл ма екен? Кездеседі. Қай мүшемізде? Асқазанда. Асқазанда екен. О, ектияз бірдей жауап берді. Иә. Натрий хлорид бізде кездеседі ме? Кездеседі. Тағы да бір натрий хлоридтің басқаша атауы? Ол да кездеседі. Үйде олсыз тамақ жемейтін? Тоз да. Иә, ол қала бересіз, Ендіше мынаны пипетка сілеміз. Мынамен кіре берсем болады ма? Иә. Қышқыл сондықтан сәл уылығы бар. Жайлап құйдым. Енді бағана салған не еді? Не салған еді? Натрий бромид салған еді. Енді осыған не қымшылатып, қандай қышқылды? Ашқыл. Я сұрай береді демеңіздер. Сіздер не істеп жатқандарсыз? Мен иісін сезіп тұрмын. Мен сезім ғой. Сіздер сезесіз. Енді мынандай сұрақ. Бром. Сол бром, қандай түс береді? Бромның түсі қандай еді? Қоңыр еді? Қоңыр еді ғой, мен негіз көп көріп жүрдім. Қоңыр еді. Негіз аман тамызуым керек, бірақтан көп көріп жүрдім. Тағы да бір кішкене сал жүрдім. О, елді. Қоңыр. Қазір қоңыр оланады. Ана астында не көрініп тұрсыздар? Натрий бромидін ба? Не ғой жаңағы? Бұраның орнына бағана ас тұзының формуласы натрий хлориді. Мұнаның астында тұнба тұз тұр ғой? Ол бізде натрий хлориді. Тұз мынау. Тұз натрий. Тұнбаға түспейді, бірақтан астындағы тұз. Ал мұнаның үстіндегі қандай бром? Бром негіз мына бром қоңыр. Негіз қоңырланады. Қазір сәл тұрса қоңырланады. Ярай ма? Басқа да жүрміз. Енді келесі қарап тұрсаңыздар үш свет өзгерді ғой. Келесі не салатын едік? Келесі Калий йодид. Калий йодиді. Ой, молодец. Ұмытпай, ана неден оқып айтып жатырмыз. сосын хлорын құйып. Осыған бағана құйып алған тұз қышқылы. Енді көп құймай қойшы. Кешегідей 30 дейді ма? Бүгін істемей қойыңызшы. Кеше көріп қойыңыздар ғой. Себебі біздің тақырыпқа сәйкес келмейді ғой. Не бөлініп жатыр? Не бөлініп жатыр? Йод бөлініп жатыр. Йод бөлініп жатыр мынау йод. Сосын йод суы. Астындағы? Не еді? Калий ма? Калий несі? Калий? Калий йодиді екен. Жоқ, йодтың, йод суы қандай болып тұр? Қоңырланып жатыр, Сарыштау болып. Бар ма? Айырмашылығы? Не көрдік? Кішкентай. Қорытынды жазып қоямыз. Сол жерде. Қорытынды сосын рәсетелейміз. Рәсетелеумен уже айтып тұрдым ғой, біріншінде неге натрий бромидіне аш хлорды қосқан жағдайда бром төбесіндегі бром қосылған натрий хлориді қосылған сутек газы. Мына жерге от алып келсек жанады. Енді тәжірибе бар екен, картоп бар ма? Енді мынаны қорытып алсаңыздар, рецептілерін жазсаңызшы, мынаға жазасыздар. Мынаға рецептілерін жазасыздар, сосын қорытынды жазасыздар, түсін жазасыздар қорытындыға. Натрий бромидіне аш хлорды қосып, келесі калий йодидіне сол қағазға ауызша айтып қойдық қой, мен жазып бақша көрсетсеңіздер. Не бөлінді? 5
içindeki Yod, kaliy. ko'mir tusdi. Natriy xlorid. Yo'q, birinchi suyuqlik, birinchi stekan. Natriy xlorid. Xlorid. Kaliy. Brom. Nesmen yoziladi? Екі. Aha, so'sin astizi Natriy xlorid. Qo'shilgan sutek gazi. Ya'ni bundan o't chaqsak, deb dimish chiqadi. Endi o't chaqishga qo'rqib turmiz, sababi bundan bo'lgan. Неге? Tushundingmi? Kechagidek sayt aytdim deb o'qitadi mana deb. Ya, bunday java, ne, o't chiqadi-da. Sonday bo'lib ketadi mana deb. Kelesizga. Keresinde. Jana kaliy yod. Davay, siz o'zingiz yozing. Deb bilib o'tirsizlar, men yozib beraman. Davay, ket. O'g'ashim men boshqa жұмысымды істей берем. Tez-tez yozingizlar. So'sin apay men o'qiyinchi deb o'qiymiz. Үшінші тәжірибе өтеді жоқ? Ya, o'tamiz. Екінші тәжірибе бар емесmi o'qa deydi? Екінші тәжірибе басқа қойдыңыз ба? Aha, баста қойдық па? Jana kaliy yod. Екінші тәжірибе, не Жоқ, қылып үшінші қарасам. тәжірибе толтырды. Xlorid, kaliy yod, kaliy yod. Bittік па бірінші тапсырманы? Екеуі қосып. Birinchi taqsimma ne chiqdi? Yod, Йод. qo'shilgan Kaliy xlorid. kaliy xloridi. Qo'shilgan. Молодец, ayol. Sizga o'sha yerda 2 ball. Al ketdik. Kelasi nega? 2 ballingiz 1 ball. Arasida 1 ball yo'q. Күміс галогениттерін анықтау үшін олардың концентрациясы әртүрлі аммиак ерітінділеріндегі еріткіштігін зерттейді. 3 шыны сынауында күміс хлоридінің Қалай қайтады? Біз ерітіндідегі хлорид, бромид және иодид иондарды келесі тәжірибе арқылы анықтай аламыз. Алдымен натрий хлоридінің, бромидінің және иодидінің 4 мл ерітінділері құйылған 3 шыны сынауытты дайындаймыз. Әрбір шыны сынауытқа күміс нитратының 4 мл ерітіндісін қосамыз. Күміс иондары хлорид, бромид және иодид иондарымен әрекеттесіп, күміс галогениттерінің тұнбасын түзеді. Алынған тұнбалардың түстеріне назар аударыңыз. Күміс хлоридінің түсі ақ, күміс бромиді сарғыш, ал күміс иодиді сары түсті болады. Не түсіндірді? Не түсіндірді? Ал, шыңыз, сіз екінші тәжірибені оқыңыз. Күміс хлориді. Шыңыз оқысын, шу өтініш. Енді бізде басқаша берілген. Үш сынауға екі. Үш сынауға 2 миллиграмм натрий хлоридінің, калий бромидінің және калий иодидінің ерітінділерін құйыңдар. Әр сынауға бірнеше тамшы күміс нитраның ерітіндісін қосыңдар. Не байқадыңдар? Реакцияны молекулалық және иондық теңдеулерін жазыңдар. Бізде бағана не берді? Бірінші. Қайталайын ба? Жоқ. Қайталайын ба? Бірінші натрий хлориді құйды. Мынандай сынауға енді натрий хлоридінің ерітіндісін құйды. Одан кейін барып натрий бромидінің ерітіндісін құйды. Келесінде натрий иодидінің ерітіндісін құйды. Енді бағана екінші тәжірибені жасамаймыз дедік. Себебі бізде ақ түсті болатын, өзім айтып қойдым ау, күміс нитраты жоқ. Күміс нитрат, бір валентті күміс нитратымен бағанағы тұздар әрекеттескенде күміс хлориді, күміс бромиді, күміс иодиді осылар түзілу керек еді. Біз осыны жасап көруіміз керек. Енді не жоқ болып тұр? Калий, жоқ. күміс Күміс бір валентті нитратының жоқ болған себебіне неден көрдік? Видеодан көрдік. Картадан көрдік. Енді түсініп ма? Ал, енді күміс хлоридінің түсі ақ түсті. Күміс күміс бромиді сарғыштау, күміс иодиді сары түсті болды. Қосыңызшы бір. Күміс ерітіндісі. Болды мына жер. Үшіншісін Осы жерді тоқтатып қойдым да. Уже мына біліп алыңыздаршы. Осыны біліп аласыздар, қазір қорытынды жазасыздар. Жазасыздар өздеріңіз. соңғысын түсініп. Ал. Топ бойынша
бойынша жоғарыдан төменге қарай күміс галогениттерінің түсі қаныға түседі, ал ерігіштігі кемиді. Топ бойынша тоқтасай көшер қорытып алады. Топ бойынша яғни хлор, бром, йодты ғой. Олардың түсі қаныға түседі. Ерігіштігі жоғарылайды деді ғой. Дұрыс па? Иә. Осыны қазір неге жазамыз? Қорытындыға бағанағы жерге жазамыз. Сол үшін мен әне тоқтатып тұрмын. Бағанағы Шыңғыстың сөзіндей болмасын деп. Не көрдік? Кеттік келесі. Болды уже. Түсінікті? Енді жазып атсыздар. Қазір оқимыз. Рәсетіндеуін жазасыздар. Айтты ғой рәсетіндеуін. Қай жерде айтты? Төбесінде Шыңғыс оқыды ғой. Рәсетіндеулерін жазыңыздар. Не байқадық? Я. Біреуінің ион теңдеуін жазыңыздар, оған көп уақыт кетеді. Түсінікті? Қорытынды жасай, осы жерде жасай жерекші. Қорытынды жасай жерекші 2 минутта. Тесіз, босаңыздаршы. Сосын бағана картопты кейін көрсетпей. Мен зертхананың жұмыс болған кейін. Болды ба? Боламыз тесіз. Қорытындысына? Қорытынды оқышы. Екіншінің, біріншінің бітті. Күміс хлориді ақ түсті, күміс бромиді сарғыш, күміс йодиді сары түске қанға түсті. Бәріміз сондай ма? Рәсетіндеу. Оқып жүрсе рәсетіндеу. Рәсетіндеу ма? Неге нені қосқанымызды? Енді жазып атқан еді? Күміс нитратының қосылысы. Не болды? Натрий хлориді. Натрий хлориді. Күміс Қазір. Нитраты. қосылысы жасау. Не түзілді айтсаңыздаршы? Натрий хлориді. Күміс хлориді қандай тұнба? Ақ тұнба. Келесі не қосыңыздар? Давай тез қорытындылайық. Натрий хлориді. Калий бромид. Натрий бромид не? Күміс. Натрий несі? Нитраты. Күміс. Бромиді қандай түсті? Сарғыш. Түсінді? Ары қарай. Bu жерде кімге не қоямыз? Рәса. Теңдеулерінде жаңалайпай бәрін жазды ғой, бәріне бір ма? Нұржігітке бір, Димаш жоқ, Серікжанға бір, Оразханға бір, Аянға бір, Абылай жоқ, Рауанға бір, Мерейге бір, Әділге бағана да бір, қазірде бір, Жайнеркеге. Рәсетіндеу бағана жәнеме мене бұрын жазыңыз ба? Жоқ, бір. Бекзат, бір. Сосын кім? Балнұр, бір. Мөлдір. Жоқ. Сол кезде енді бағаларымыз бір балды. Бүгінге бағалайық. Қорытынды, бүгінге 2 балма. Шыңғысқа бал көрді ғой. Ал, балдарымызды айтып, жазып алыңыздар, дәріптеріңіздің қасына. Нұржігіт 5 бал, Сержан 5 бал, Оразхан 5 бал. 5 бал қанша енді білесіздер ғой, Аян 5 бал, Рауан 6 бал, Мерей 7, Әділ 5 бал, Жәнерке 6 бал, және мына жерде үй жұмысы бар, Жәнеркеге сонымен 7 бал. Бекзат. Білесіз ба, Бекзатта балыңыз өте төмен, оны қоймай-ақ қояйын бүгінге. Сосын Балнұр. Білесіз ба, бірақ бала. Сондықтан Диас Қыстабай 6 бал. Мөлдір. Жоқ. Диас. Кенес Диас 5 бал. Жансая. Кеткен ол. Сосын Мөлдір. Кім? Жансөйле.
6 балл. Жоқ, сен 8 жіктің. Айолы, үй жұмысы бар, 7 балл. Шығыс 6 балл. Беклі балл қойған жоқ бүгінге. Және Назеркеге 7 балл.